Ассаламу алейкум. Өте дәмді сочники дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға секер, тұз салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне салып, енді еріген сармай және де қопсытқыш салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз де тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге секер, жұмыртқа, манка және де крахмал салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, қалауыңызша бөлшектерге бөліп, осылай оқтаумен жайып, енді ортасына салмасын салып, содан кейін сочникіміздің бетін жауып, осылай дайындаймыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен сочникіміз дайын. Өте дәмді ас болсын.